Ертеде ағайынды 4 бала Питер, Сьюзан, Эдмунд және Люси үлкен қаладағы соғыстан қашып, ауылдағы қарияның үйіне қоныс аударды. Олар үйдің әрбір бөлмесін зерттей жүріп, ескі шкафқа тап болды. Бірақ бұл шкаф жай шкаф емес еді. Шкафтың есігін ашып кіргенде, балалар сиқырлы әлем Нарнияға өтіп кетеді. Нарния мәңгі қыс пен қар астында қалған ел. Бұл елде сиқырлы аңдар, сөйлейтін жануарлар және қараңғы сиқырлы күштер өмір сүреді. Ақ мыстанның қарғысы елді суық қысқа мәңгі батырып, халықты қайғыға салған еді. Алайда Нарния халқы ежелгі пайғамбарлыққа сенеді. Адамдардың балалары келіп, елге көктемді қайтарады деп. Ағайындылар Нарнияға келгенде, оларды нарниялық аңдар мен құстар қарсы алды. Олар балаларды патша арыстан Асланға апарды. Аслан Нарнияның ежелгі және әділ билеушісі. Ол елді ақ мыстанның қара ниетінен құтқару үшін балаларды ерлікке шақырады. Балалар Асланның қол астында дайындалып, Нарния халқын басқарып, ақ мыстанды жеңуге аттанады. Соғыс басталғанда, Аслан өзін құрбан етіп, қайта тіріліп, Нарнияға жарық пен көктемді қайтарады. Соңында балалар ақ мыстандың әскерін жеңіп, Нарнияға әділ билік орнатады. Питер, Сьюзан, Эдмунд және Люси Нарнияның патшалары мен патшайымдары болып тағайындалып, елге тыныштық орнатады. Бірақ уақыт өткен соң, балалар өздерінің шынайы әлеміне оралуы керек екенін түсінеді. Олар шкаф арқылы қайтып келіп, бұрынғы өмірлеріне оралады. Бірақ Нарниядағы уақыт оларға мәңгілік естелік ретінде қалады.